Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бір жасағаннан сәтті шығатын, құрамына ешқандай да разрыхлитель қосылмайтын, биік әрі жұмсақ болып шығатын бисквиттің рецептімен бөлісемін. Сонымен қатар видеода бисквит жасаудың ережелерін айтып өтетін боламын. Егер сол ережелерді сақтайтын болсаңыздар, бисквиттеріңіз міндетті түрде сәтті шығатын болады. Бисквитті жасамас бұрын ең алдымен форманы дайындап аламыз. Менде осындай жылжымалы форма болғандықтан диаметрін 22 келтіріп алдым, астын фолькамен орап қойдым, және де шетін майламаймыз. Егер шетін майлайтын болсаңыздар, бисквиттеріңіз көтерілуі өте қиын болады. Және пешті алдын ала 170 градусқа қыздырып қоюды ұмытпаймыз, верх-вниз режимінде. 22 диаметрлік бисквит жасайтын болғандықтан мен 6 жұмыртқаны пайдаландым. Сары уызы мен ақ уызын бөліп аламыз. Ақ уыз салатын ыдысымыз тап-таза болу қажет, бір тамшы су, бір тамшы май болмау қажет. 6 жұмыртқаның сары уызы мен ақ уызын бөліп алғаннан кейін миксердің көмегімен араластырамыз. Тұз қосуды ұмытпаймыз, видеоға түспей қалыпты. Және қантты дәл осылай көпірши бастаған сәттен бастап бөліп салатын боламыз. Барлығын бірден салмаймыз. Қанттың орнына қант ұнтағын пайдалана берсеңіздер де болады, ешқандай да айырмашылығы жоқ. Дәл осындай формасын ұстап тұратын массаға дейін миксердің көмегімен араластырамыз. Артынан жұмыртқалардың сарысын біртіндеп салып, миксердің көмегімен араластырып шығамыз. Егерде кез келген диаметрдегі бисквитті жасағыларыңыз келетін болса, описанияға бір жұмыртқаға кететін пропорцияны жазып кететін боламын. Барлығын араластырып болғаннан кейін ұнды және жүгері крахмалын қосатын боламыз. Електен міндетті түрде өткіземіз. Міндетті түрде жүгері крахмалын қосыңыздар. Жүгері крахмалының есебінен бисквиттеріңіз жұмсақ болып тұрады және жұмсақтығын ұзақ уақытқа сақтайтын болады. Ұнды барлығын бірден қоспаймыз, 3-4 бөлікке бөліп қосамыз. Және араластырған кезде астынан үстіне қарай араластырамыз. Бірден қатты жылдамдықпен араластыруға болмайды. Егер қатты жылдамдықпен араластыратын болсаңыздар, бисквиттеріңіз көтерілмей қалатын болады. Ешқандайда да оның түйіршігі қалмайтындай жағдайға жеткенге дейін араластырамыз. Дайын тұрған формамызға құямыз. Тағы да қайталап өтемін, форманың шетін майламаймыз. Дәл осындай беті тегіс болмайтын болса, шпажканың көмегімен айналдырып шығатын болсаңыздар, беті тегіс болып пісетін болады. Алдын ала қызып тұрған пеште 170 градуста 40-50 минут шамасында пісіріп аламыз. Бисквит жақсы көтерілуі үшін пешке салғаннан кейін алғашқы 30 минутта пешті ашпаймыз. 30 минуттан кейін ашып, шпажканың көмегімен тексере берсеңіздер болады. Және 40-50 минуттан кейін бисквитті алып, дәл осылай төңкеріп, формадан шығарып аламыз. Және суығанын күтеміз. Суығаннан кейін барып қана пайдаланамыз. Дұрыс піскен бисквитте дәл осындай дыбыс шығу қажет. Осы рецептпен жасасаңыздар, бисквиттеріңіз міндетті түрде осындай жұмсақ сәтті болып шығады. Піскеннен кейін осындай пищевой пленкаға орап немесе салафанға салып холодильникке 8-12 сағатқа қойып қойсаңыздар, бисквиттеріңіз одан сайын ылғалданып дәмді болып шығады. Алдын ала жасап сақтасаңыздар да болады. Холодильникте 5 күнге дейін сақталына береді, ал морозильникте 2 айға дейін сақталына береді. Морозильниктегі бисквитті пайдалану үшін морозильниктен алып болғаннан кейін холодильникке салып барып ерітеміз. Ерігеннен кейін барып, яғни жұмсарғаннан кейін барып пайдалана береміз. Дәл осындай кез келген бөліктерге бөліп қойсаңыздар болады. Егер видео сіздерге ұнаса, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын.